Құрметті жастар, егемен еліміздің болашағы өздерің секілді бәсекеге қабілетті жастардың қолында. Сіздер алған озық білім, терең тәрбие өздерің үшін ғана емес, ел мерейін үстем ету үшін маңызды. Ол үшін біздің жастар адалдық пен тазалық, парасаттылық, жауапкершілік, патриоттық сынды қасиеттермен сусындауы тиіс. Сондықтан да адалық сағатының кезекті дәрісінің қазақ халқының шешендік өнеріне, ел бірлігін нығайтуға орасан үлес қосқан ойшыл, дана, туралығын айтар шешен Төле би бабамыздың жас ұрпаққа өнеге болар ғибратты ғұмыры мен өсиеттеріне, даналығы мен жеке қасиеттеріне арнап отырмыз. Төле би 1663 жылы қазақ даласының шу өңірі Жайсаң жайлауында дүниеге келген. Төле бидің әкесі Әлібек өз ортасының беделді биі болған. Төле бала күннен әкесімен бірге ел көріп, жұрт танып, халқының ақындық, шешендік өнерімен сусындап, араб, парсы тілдеріндегі тарихи кітаптарды, аңыздарды көп оқыды. Нәтижесінде 15 жасар Төле көптеген қоғамдағы дауларды шешуде өзінің адал және әділетті шешімдерімен халыққа танылды. Жас кезінде атақты абыз билердің алдынан өтіп, батасын алған Төле білім іздеп, көптеген ғұлама ақсақалдарға жүгінеді. Осылайша бала Төле ел бірлігі мен ынтымағы туралы айтқан қарт Әнет бабаға келеді. Қалай еткенде бірлік болады, оның күші қандай деп сұрайды. Сонда Әнет баба бала Төлеге бір бума шыбық беріп, балам, мынаны сындырш дейді. Сындыра алмаған Төлеге енді біртіндеп сындырш депті. Біртіндеп шыбықты оңай сындырған Төле мысалдың мағынасын түсінеді. Ынтымақ бірлігі мықты елді жау да дауылдаламайды. Саяқ жүрген таяқ жейді. Достар, адам бойында байқампаздық, тазалық, адалдық сынды қасиеттер жастайынан қалыптасады. Біздің бабаларымыз өскелең ұрпақтың ақылға тоқтап, көпшіл болуын, халқына әділ, жауына қатал, досына адал болуын өсиет етеді. Төле би 18 ғасырда қазақ қоғамындағы рухани саяси реформатор болды. Қаз дауысты Қазбек, Әйтеке билермен бірге 300-дің ұлыстарын бір орталыққа бағындырып, Тәукені хан етіп сайлауға, осылайша бірегей қазақ хандығын нығайтуға атсалысқан қайраткер. Тарихи жазбаларда атақты қазақ биі Төле биді Ташкентте ханнан бетер қадірлейді деген. Көненің көзі, ескінің шежіресі мәшһүр Жүсіп Көпейұлы, батырда Қаракерей Қабанбайдан асқан батыр жоқ, үйсін Төле биден асқан би жоқ, толық хандыққа Есім хан жеткен, бүтін билікке Төле би жеткен деп жазған. Төле бидің ел аралық сипаттағы билігімен қатар ұлыс ішіндегі дауларға төрелік айтып, әділ шешімін шығара білуі оның парасаттылығы, ойының саралығы мен ниет тілегінің тазалығын көрсетеді. Ол хан сұлтандардың, бектер мен билердің өзара қырқысының ұлт тәуелсіздігі мен бостандығына еш нәрсе бермейтінін сезініп, татулықты жақтаған. Бізге жеткен аңыз әңгімелерде бірлік жоқ жерде тірлік жоқ деген сөздері ұлт бірлігін нығайтуды жақтағанын дәлелдейді. Атақты Төле бидің осынша тарихи биік тұлға дәрежесіне жетуіне себеп болған тұлғалық қасиеттері орасан. Соның негізгілері ел мұратына деген кіршіксіз адалдық, билік айтардағы қара қылды қақ жарған әділдігі, ақиқатты туғып көтеруі. Төле бидің өмірлік ұстанымы тура биде туған жоқ, туғанды биде иман жоқ деген сөзі адалдық пен парасаттылықтың, әділдік пен туралықтың биік өлшемі. Нақты осы қасиеттері бүгінгі өскелең жас ұрпақ үшін таптырмас өнеге. Төле бидің өмірі дүниеге жаңа қадам басқан жастардан бастап, ересек тұлғаларға дейін рухани ұстаным бола алады. Бабамыздың өсиеттерінің бүгінгі күрделі әлемде білім жолындағы жастардың рухани тұрғыдан байып, өсіп жетілуіне тигізер ықпалы өте зор. Заманын болжай білген Төле былай деп толғанады. Алдыңа келсе бітпес тау, әділін айтып қорғаңыз деп, әділдікті ең басты құндылық ретінде ұстанады.
Дана би рухани және интеллектуалды тұрғыдан толысқан жас азаматтардың қандай болмағы туралы ғажайып терең ойлар қозғайды. Мұндай ұрпақ өз бойында адалдықты тұншықтырмай, оны қолдап, халыққа риясыз қызмет етуі тиіс. Өнерден үлгі алып, ой өрісті жетілдіру қажет. Береке бітімге, ақылмен жол бастап, мансапқор болмауға ұмтылу керек деп өсиет айтады. Сондықтан да Төле би бабамыздың әрбір сөзі тәрбиелік мәні зор, адамгершіліктің алтын көмбе қоймасы іспеттес. Төле би халықты әр істе ұятты ұмытпауға шақырады. Жаман қасиеттерден алшақ болуға, еңбексүйгіштікке үндейді. Жас адамға басты кесір еріншектік, ортаншы кесір ұйқышылдық, кенже кесір тілазарлық деп жағымсыз қасиеттерден сақтандырады. Төле би бабамыздың ізгі әрекеттерімен биік болмыса, даналығы мен тапқырлығы, қарақылды қақ жарып айтар туралығы, әділ шешімі мен билік кесімдері елге қызмет етемін деген әрбір азаматқа үлгі болуы тиіс. Қадірлі достар, біздің бабамыздың негізгі өсиеті өткенін білетін, бүгінін түсінетін, ертеңіне сеніммен қарайтын адал тұлға болу. Отанын жанындай сүйетін ұлттық тарихын қастерлеп, адалдық пен тазалыққа, парасаттылық пен шыншылдыққа бет бұрған, даңқты бабаларын үлгі ететін саналы жас қана егемен елдің тұтқасын ұстауға лайық. Болашағыңды жарқын ету өз қолыңда. Ол үшін басшың ақыл, қорғаушың сабыр, ең қымбат қазынаң арың, ал жетекшің әділдік болсын. Атадан ұл туса игі, ата жолын қуса игі. Өзіне келер ұятын, өзі біліп тұрса игі. Бұл сөздер мәңгілік ел идеясына қадам басқан ұлы еліміздің мызғымас темір қазығы болып есептеледі. Сол жолда тәуелсіздігіміздің тұғыры биік болып, ұрпағымыз адалдық алаңында алаңсыз жүретін тектілерден болғай. Міне жастар, парасатты адам болу үшін жоғарыда келтірілген Төле би бабамыздың өнегелі сөздерін үнемі естеріңде сақтасаңдар. Тілеулестеріңде көп. Жүрген орталарында сый құрметке ие болатын парасатты жан боласыңдар. Сонда кемел келешектеріне нық сеніммен қарауға болады. Осымен бізге берілген адалдық сағаты өз соңына жетті. Сау, саламатта болыңдар.